Бұл жүйе шынында өзінің тиімділігін дәлелдеді. Тозығы жеткен көп қабатты үйлерді қалпына келтірудің жаңа жүйесі Қарағандыда өткен кеңесте де пысықталды. Осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғырту мақсатына ел қазынасынан 80 миллиард теңге жұмсалатыны белгілі. Тұрғындар үйлерін несиеге жөндетеді, ал бюджеттен бөлінген жәрдемақы мемлекетке үстеме пайызсыз қайтарылады. Бұл жерде көп қабатты үй тұрғындарының 3-тен 2 бөлігі келісімін беруі тиіс. Үйді жөндетіп алған соң тұрғындар несиені қайтармаса, кепілде тұрған пәтері сотқа тапсырылады. Ал коммуналдық жылу жүйесін энергосервистік компаниялар арқылы жетілдіру көзделіп отыр. Яғни бұл кәсіпорын қуат көзін үнемдеумен айналысады. Семинар арқылы біз осы күнге дейін жұмыс істеп келген әрбір субъектінің арасындағы қарым-қатынасты одан әрі дамытып, ертеңгі күнгі мемлекетіміздің басты мақсаты тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағытында көптеген жетістіктерге жету болып табылады.